Егер әңгіме сізге ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сондай-ақ, қай қаладан немесе қай елден тыңдап отырғаныңызды да жаза кетсеңіз, бізге өте қызық болады. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. 1950 жылдардың басы. Ол кезде ауылдың тіршілігі мүлде басқа еді. Қазіргідей дүкеннің сөресіне қалағаныңды сатып ала салу жоқ. Ақшада әркімнің қолында жүре бермейтін. Адамдар еңбегіне көбіне малмен, астықпен, азық-түлікпен есеп айырысатын. Сол ауылда Базархан деген 20 жастағы жігіт өмір сүрді. Оның қалтасында бір тиын жоқ еді. Үстінде бірер киімі, жанында жас жары ғана бар. Базарханның өз атына жазылған бірде-бір қойы, бірде-бір сиыры жоқ. Бірақ оның бір ерекше қасиеті бар еді. Ол еңбек етуден еш қашан қашпайтын. Жас жігіт жаңа ғана отбасын құрған болатын. Әйелі де өзімен қатар қарапайым отбасына шыққан. Екеуі бір-біріне қарап, қалай күн көреміз, деп көп ойланатын. Бір күні Базархан ауылдағы дәулетті адамның үйіне барды. Ол кісіде 1000 қырған мал бар еді. Үлкен қора, қалың отар, жылқысы мен сиыры жеткілікті болатын. Базархан есіктен кіріп, «Аға, сізге малшы керек емес пе?» деді. Бай кісі жас жігітке біраз қарап тұрды. «Мал бағуға шыдайсың ба?» «Шыдаймын». «Қыста ше, боранда?» «Шыдаймын». «Жазда ше, күннің ыстығында?» «Оған да шыдаймын». «Түнде мал жоғалса ше?» Базархан еш ойланбастан, «Мал жоғалса, таң атқанша іздеймін», деді. Бұл жауап байдың көңілінен шықты. Ендеше ертеңнен бастап малға шық. Базархан сол күні үйіне қуанып қайтты. Бірақ әйелі оның жұмысқа кіргеніне қуанғанымен бір нәрсеге алаңдады. Ақысы қанша болады екен? Базархан үнсіз қалды. Өйткені ол кезде еңбек ақы бүгінгідей ай сайын қолма-қол ақша болып берілмейтін. Бірде азық, бірде ұн, бірде май. Ал малшыларға кейде қой берілетін. Базархан үшін ең бастысы жұмыс болған еді. Келесі таңнан бастап, ол қалың отардың соңынан ерді. Таң қараңғысынан тұрады. Малды өріске шығарады. Күні бойы соңынан жүреді. Кешке қораға қамайды. Сосын ертеңгі күнді күтеді. Осылай күндер өтті, апталар өтті, айлар өтті. Базарханның қолы қарайып, жүзіне күн күйіп, киімі ескіре бастады. Бірақ ол еш шағынданбады. Қожайыны да оның еңбегін байқап жүрді. Бір күні отарда бірнеше қой төлдеді. Қожайыны Базарханды шақырып, «Мына қозыларды көрдің бе?» деді. «Иә, еңбегіңе ризамын. Мына екеуін өзің ал». Базархан не дерін білмей қалды. «Маған ба?» «Саған». Ол екі кішкентай қозыны қолына ұстап тұрып, ұзақ қарады. Базарханның сол сәттегі қуанышын сөзбен айтып жеткізу қиын еді. Өйткені бұл, оның өміріндегі өз атына тиесілі алғашқы мал болатын. Ол кешке үйіне келгенде, әйелі есіктен жүгіріп шықты. «Не болды? Неге кешіктің?» Базархан ештеңе деместен екі қозыны алдына түсірді. Әйелі біразға дейін үнсіз қарап тұрды. «Бұлар біздікі ме?» «Біздікі». Әйелінің жүзіне күлкі үйірілді. «Екеуі-ақ қой». Базархан қозыларға қарап, «Иә, екеуі-ақ». Сәл үнсіз тұрып, «Бірақ осы екеуінен көбейтеміз», деді. Әйелі оның сөзіне күліп, «Екеуінен отар құраламыз ба?» Базархан, «Алла қашаласа құраймыз», деді. Олар ол кезде бұл екі қозының бүкіл әулеттің тағдырын өзгертетінін білмеді. Бірақ Базарханның алдында тағы бір үлкен сынақ тұрды. Ол кезде жас отбасының бала сүймегеніне бірнеше жыл болған еді. Ал олардың өміріндегі ең үлкен қуанышқа дейін әлі 6 жыл бар еді. Базарханның үйіне келген екі қозы көп ұзамай отбасының ең қымбат дүниесіне айналды. Әйелі оларды күн сайын өзі қарап шығатын. «Мына екеуін жақсылап өсірсек,
келесі жылы тағы көбейеді ғой, дейтін ол. Базархан: көбейеді, тек бізге шыдам керек, деп жауап беретін. Ол өзінің алған 2 қозысын басқа малдан бөлек ұстайтын. Біреуі ауырып қалса, түнімен қасында отыратын. Қыс келгенде жемін аямады. Көктем шыққанда жайылымға ертерек шығарып, семіртуге тырысты. Ол кезде Базарханның қолында бар болғаны осы 2 мал еді. Бірақ ол бір нәрсені жақсы түсінді. Мал бір күнде көбеймейді. Сондықтан ол қолына түскенін шашпай, жыл сайын көбейтуге тырысты. 1 жылдан кейін 2 қозының бірі қой болды. Көп ұзамай ол төлдеді. Базархан сол жылы тағы бір қоз алды. Енді оның өзіне тиесілі 3 малы бар еді. Келесі жылы тағы төлдеді. 4 болды. 5 болды. Ал Базархан жұмысын да тоқтатпады. Күндіз қожайынының мыңдаған малын бақса, кешке өзіне тиесілі азын-аулақ малын қарайтын. Ауылдағы кейбір адамдар мұны көріп: «Базархан, сонша малдың соңында жүріп, өзіңнің 3-4 қойынды не қыласың?» деп күлетін. Базархан оларға ренжімейтін. «Бүгін аз болғанымен, ертең көп болуы мүмкін ғой», дейтін. Бірақ оның өмірінде малдан да маңызды бір мәселе бар еді. Базархан мен жарының шаңырағында бала жоқ болатын. 1 жыл өтті, 2 жыл өтті, 3 жыл өтті, 4 жыл. Ауылдағылардың кейбірі олардың жағдайын сұрайтын. Кейде орынсыз сөздер де айтылатын. Әйелі сырт көзге білдірмегенімен, әрбір сөзді жүрегіне ауыр қабылдайтын. Кешке күйеуіне қарап: «Бізде де бір күні бала болар ма екен?» деп сұрайтын. Базархан әйелінің қолынан ұстап: «Болады, Алладан үміт үзбе», дейтін. Ол әйелін жұбатуға тырысатын. Бірақ кей түндері Базарханның өзі де ұйықтай алмай шығатын. «Неге бізге бала бермеді?» деген ой мазалайтын. Сол кезде оның жалғыз жұбанышы малы еді. Қойлары көбейіп жатты. Бірнеше жыл бұрын 2 қоздан бастаған малы енді аздап көбейген. Базархан әр төлдеген сайын: «Мынау балаларымыздың несібесі», деп малын сақтайтын. Ал әйелі болса, сауыншы болып жұмысқа кірді. Таң атпай тұрып басқа үйдің сиырларын сауады. Сүтін өткізеді. Сосын үйіне келіп, күйеуіне көмектеседі. Екеуі де еңбек етті. Бірақ баланың орны бәрібір бөлек еді. 6 жылға аяқ басқанда күтпеген жағдай болды. Bir күні әйелі таңертең жұмысқа бармай қалды. Базархан: «Не болды? Ауырып тұрсың ба?» деп сұрады. Әйелі жауап бермеді. Bir сәт үнсіз тұрып: «Базархан, иә, менің аяғым ауыр сияқты». Базархан әйелінің сөзіне бірден сене алмады. «Не дедің?» «Бала күтіп жүрмін». Базарханның көзіне жас толып кетті. 6 жыл бойы күткен қуаныш. 6 жыл бойы айтылмай келген арман. Ақыры олардың шаңырағына келгелі тұр еді. Ол әйелін құшақтап: «Аллаға шүкір», деді. Сол күннен бастап Базарханның еңбекке деген ынтасы бұрынғыдан да арта түсті. Енді ол тек 2 қозысын емес, болашақ баласының несібесін де ойлайтын. Айлар өте берді. Bir күні үйдің ішінен нәрестенің дауысы естілді. Ол дүниеге келді. Базархан алғаш рет баласын қолына алған кезде ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сосын кішкентай баланың маңдайынан сүйіп: «Балам, сенің несібеңді Алла мына азғантай малдан да көбейтсін», деді. Сол кезде ол қолындағы бірнеше қойға қарап тұрды. Бірақ Базархан әлі білмейтін еді. Базарханның шаңырағында көптен күткен нәрестенің дауысы естілген күннен бастап, үйдің берекесі кіргендей болды. 6 жыл бойы баланың үнін күтті. Енді сол үн кішкентай ғана үйдің ішін күн сайын толтырып тұратын. Базархан баласын қолынан тастамайтын. Малға кетер алдында ұлының маңдайынан сүйіп: «Әкең келгенше жақсы болып отыр», дейтін. Ал әйелі баласын құшағына қысып: «Сенің келгеніңе шүкір», деп күлімсірейтін. Бірақ Базарханның тіршілігі бұрынғыдай жалғаса берді. Таң сібірлеп атпай жатып тұрады.
малын өріске айдайды. Күні бойы отардың соңында жүреді. Кешке үйіне келгенде баласының қасына отырады. Өзінің аз ғана малында ұмытпайды. Жыл сайын оның қойлары төлдеп жатты. Бірнеше жыл бұрын 2 қоздан бастаған малы енді 10-нан асып қалған. Базархан әрбір төлді ерекше қуанышпен қарсы алатын. Мынаны сатпаймыз, мынаны да қалдырамыз, мына ұрғашы қозыны өсіреміз. Осылайша мал біртіндеп көбейе берді. Ал үйдегі бала да өсіп келе жатты. Бірақ көп ұзамай Базарханның үйінде тағы бір қуанышты жаңалық болды. Әйелі тағы да бала күтті. Бұл жолы Базархан қатты таңғалды. Бір баламыз бар еді ғой. Енді тағы біреу келе жатыр ма? Әйелі күліп, иә. Базарханның қуанышында шек болмады. Арада уақыт өтіп, екінші ұл дүниеге келді. 2 балалы болған отбасының тіршілігі тіпті қыза түсті. 2 баланың тамағы, киімі, қажеті көбейді. Бірақ Базархан мұны қиындық деп қабылдамады. Керісінше, баланың несібесі бірге келеді дейтін. Ол сөзінің шын екенін өзі де көп ұзамай көрді. Сол жылдары оның малы ерекше көбейе бастады. 1 қойдан 2 төл, 2 қойдан 4 төл, 4-тен тағы бірнеше қой. Базархан малын шашпай көбейте берді. Қожайыны да оның еңбегіне риза болатын. Бір күні ол Базарханға: «Сенің өз малының көбейіп келе жатқанын көріп жүрмін. Еңбегіңе қарай тағы бірнеше қойды өзіне берейін» деді. Базархан басын иіп: «Рахмет аға, ақысын адал еңбегіммен қайтарамын» деді. Осылайша оның малы тағы көбейді. Базарханның аты ауылда біртіндеп таныла бастады. Бұрын малшы Базархан дейтін. Енді малдың тілін білетін Базархан дейтін болды. Ол қай қойдың ауру екенін сыртынан ақ байқап қоятын. Қай малдың қашан төлдейтінін есептеп жүретін. Қыстың қатты болатынын алдын ала сезсе, жем шөпті ертерек дайындайтын. Бір жылы қыс ерекше қатты болды. Қар қалың жауып, бірнеше күн бойы боран соқты. Ауылдағы кейбір малшылар малын аман алып қала алмай қиналды. Ал Базархан алдын ала қамданып қойған еді. Ол отарын ықтасын жерге орналастырып, жемін үнемдеп берді. Балалары әлі кішкентай болғандықтан бар жұмысты өзі атқарды. Түннің бір уағында малдың жағдайын тексеріп шықты. Сол түні оның әйелі: «Базархан, өзінде шашадың ғой, ертең қарасаң болмай ма?» деді. Базархан: «Малдың жағдайын таңға қалдыруға болмайды» деді. Ол қайтадан сыртқа шықты. Қараңғы далада боран ұлып тұрды. Базарханның қолында шам ғана бар. Ол қораны аралап жүріп, бір әлсіз қойды байқап қалды. Қойдың жағдайы нашар еді. Базархан оны бөлек алып, жылы жерге кіргізді. Таңға дейін қанда отырды. Ертеңіне қой аман қалды. Базархан үшін бұл үлкен жеңіс еді. Ол малдың әр қайсысын бір адамның өмірінде көретін. Жылдар өте берді. Үйдегі балалар да көбейді. 3-ші бала дүниеге келді. Одан кейін 4-ші. Базарханның шаңырағында бірінен соң бірі бала өсіп жатты. Бір кезде 6 ұлдың әкесі атанды. Кейін 2 қыз дүниеге келді. Сөйтіп, 6 ұл мен 2 қыздың әкесі болды. Бұрын үйінде 2 адам ғана тұрататын. Енді үлкен отбасыға айналды. Балалары әкесінің соңынан еріп, малдың тіршілігін көріп өсті. Үлкен ұлы әкесіне көмектесе бастады. Кейін 2-шісі, одан кейін қалғандары. Базархан енді жалғыз емес еді. Оның жанында өзіне көмектесетін балалары бар болатын. Бірақ дәл осы кезде ауылда бір әңгіме тарай бастады. Адамдар Базарханның қорасына қарап: «Мына адамның малы қайдан осынша көбейіп кетті?» деп таңданатын. Ал кейбіреулер: «Ол кезінде 2 қозымен бастаған еді ғой». Базархан мұндай сөзге тек күлімсірейтін. Өйткені оның байлығының қалай келгенін өзі жақсы білетін. Ол байлықты бір күнде тапқан жоқ. Ол байлықты жылдар бойы жинады. Бірақ Базарханның ең үлкен байлығы әлі алда еді.
Өйткені оның 6 ұлы мен 2 қызы ер жетіп келе жатты. Ал сол балалар бір күні әкесінің атын бүкіл ауылға танытатын еді. Базарханның үйінде бала көбейген сайын тіршілікте қыза түсті. 6 ұл мен 2 қыздың әр қайсысы ер жетіп келе жатты. Үлкен ұлы әкесінің соңынан еріп мал бағуға көмектесе бастады. Әуелде оның қолынан көп нәрсе келмейтін. Бірақ әкесі ешқашан ұрыспайтын. Малға айқайлап емес, ақылмен қара, дейтін. Неге әке? Өйткені мал да қорқады. Қорыққан мал шашырайды. Ал сен оның тілін түсінсең, өз-ақ соңынан ереді. Бала әкесінің әр сөзін жаттап алды. Кейін екінші ұлы да малға араласты. Үшіншісі де. Балалары өскен сайын Базарханның жұмысы жеңілдей бастады. Бірақ ол бір нәрсеге қатты мән берді. Балаларына. Еңбек етуді үйреніңдер. Менің малым сендерге дайын байлық болып қалмау керек. Оның қалай жиналғанын білу керек, деп жиі айтатын. Ол балаларын еркелетіп өсіргенімен, еңбекке келгенде қатал болатын. Таң атпай тұрып, тұрыңдар, мал күтіп тұр, дейтін. Балалары көздерін уғалап, әке әлі ерте ғой. Мал сендерді күтіп жатпайды. Осылайша олар да біртіндеп әкесінің жолын үйренді. Ал үйдегі мал саны жылдан жылға көбейіп жатты. Базархан бұрын 2 қозыны ерекше сақтаған еді. Енді сол 2 қозының ұрпағы бірнеше отарға айналды. Бір кезде 10 қой болды. Кейін 20, 30, 50, 100-ге жетті. Базархан малын есептеп отыратын. Әр қойдың төлін жазып қоймаса да, көпшілігін түрінен танитын. Ана ақ қойдың биылғы төлі қайсы? Балалары таңғалатын. Әке, сонша қойдың арасынан оны қалай танисыз? Базархан күліп, сендер өз балаларынды түрінен танисыңдар ғой. Мал да сондай. Оның малға деген құрметі ерекше еді. Сол себепті ауылдағы адамдар да одан кеңес сұрай бастады. Біреудің қойы ауырса, Базарханды шақырыңдар. Біреудің малы жоғалса, Базархан қай жерден іздеу керегін біледі. Жас малшылар. Аға, қыста малды қалай аман алып қалуға болады? Қай жерге жайған дұрыс? Қандай қойды бөлек ұстау керек? Деп сұрайтын. Базархан ешкімге білгенін аямады. Өйткені ол да бір кездері ештеңе білмейтін жас малшы болған. Бір күні ауданнан мал шаруашылығына жауапты адамдар ауылға келді. Олар ауылдағы малшылардың еңбегін тексеріп жүр екен. Базарханның отарына келгенде бірден таңғалды. Малдары семіз, төлдері аман, қойлары біркелкі, қысқа дайындығы жақсы. Ауданнан келген кісі, мұның бәрін жалғыз өзің істейсің бе? Деп сұрады. Базархан, балаларым көмектеседі. Сонда балалардың бәрі малға араласа ма? Бәрі болмаса да көбісі. Кісі жан-жағына қарап, жақсы екен, сен малдың жайын жақсы біледі екенсің. Осы әңгімеден кейін Базарханның аты ауданға да тарай бастады. Оны түрлі жиындарға шақыратын болды. Мал шаруашылығы туралы тәжірибесін сұрайтын. Базархан болса бұрынғысынша қарапайым жүрді. Ешкімге мен баймын деп мақтанбады. Керісінше, байлықтың қадірін білмесең, бір күнде жоқ болады дейтін. Сол жылдары Базарханның отбасы да жағдайын түзеп алды. Балаларының киімі бүтін болды. Үйге керек жарақтары көбейді. Қорасы малға толды. Бірақ ең үлкен өзгеріс әлі болған жоқ. Бір күні ауданнан тағы адамдар келді. Бұл жолы олар Базарханды жай ғана сұрап келген жоқ. Олардың қолында арнайы тізім бар еді. Базархан қайсың? Мен. Биылғы ең үздік шабандардың бірі ретінде сіздің атыңыз ұсынылып отыр. Базархан бір сәтке не дерін білмей қалды. Өйткені ол 20 жасында бұл жолға түскенде ешқашан марапат туралы ойлаған емес. Ол кезде оның бар арманы отбасын асырау еді. Ал қазір? Кеше ғана қалтасында 1 теңгесі жоқ жас жігітті бүкіл ауыл сыйлайтын дәрежеге жеткен еді. Бірақ Базархан ол күні үйіне келгенде марапаты туралы көп сөйлемеді.
кек балаларына қарап: «Көрдіңдер ме? Еңбек жерде қалмайды», деді. Ал оның әйелі үнсіз отырып күйеуіне ұзақ қарады. Ол Базарханның осы жолға қалай келгенін жақсы білетін. Екі қозыдан басталған өмір енді үлкен әулетке айналып келе жатты. Бірақ Базарханның отбасы үшін ең бақытты кезең әлі алда болатын. Өйткені көп ұзамай оның үйінде балалардың күлкісіне тағы бір жаңа үн қосылмақ еді. Базархан ата алғаш рет немере сүйгелі тұрған. Базархан сол күні ауданнан келген адамдардың сөзін ұзақ ойлады. Үздік шабан деген атақ оған күтпеген жерден келген еді. Ол өзінің еңбегін ерекше нәрсе деп санамайтын. Күн сайын мал бағу, қыста тоңу, жазда ыстыққа шыдау, ауру малды емдеу, түнде отарды күзету. Оның түсінігінше мұның бәрі жай ғана міндет еді. Бірақ ауыл адамдары оның еңбегін басқаша бағалайтын. Бірнеше күннен кейін аудан орталығына арнайы шақырту келді. Базархан жаңа ғана үйінен шығайын деп жатқан. Үлкен ұлы: «Әке, қайда барасыз?» «Ауданға». «Не үшін?» «Жиын бар екен». Баласы: «Сізді неге шақырған?» Базархан жымиып: «Өзім де білмеймін». Ол ауданға барған кезде залда көптеген адамдар жиналып отырғанын көрді. Шаруалар, малшылар, бригадирлер, басшылар. Базархан артқы жаққа барып отыра салды. Бірақ көп ұзамай жүргізуші оның атын атады. «Базархан?» Ол орнынан тұрып алға шықты. Сол жерде оның бірнеше жылдық еңбегі аталып, жақсы мал өсіргені, мал басын аман сақтағаны және шаруашылыққа қосқан үлесі айтылды. Оған сыйлық берілді. Сол заман үшін бағалы саналатын заттардың бірі кілем. Базархан кілемді қолына алып тұрып: «Мұның бәрі менің еңбегім ғана емес. Үйдегі әйелімнің де еңбегі бар. Балаларым да көмектеседі», деді. Ол өзінің отбасын ұмытпады. Кейін тағы да түрлі сыйлықтар алды. Уақыт өте келе, үйінде бұрын көрмеген заттар пайда болды. Бір күні үйге теледидар әкелінді. Балалары теледидарды көргенде қатты қуанды. «Әке, теледидар!» Балаларының қуанышына Базархан да мәз болды. Бұрын олар кешке малдан келген соң ғана үйде отырып әңгімелесетін. Енді кешкісін бүкіл отбасы теледидардың алдына жиналатын болды. Бірақ Базархан үшін бұл заттың өзі байлықтың белгісі емес еді. Ол балаларына: «Бұған қатты қызықпаңдар. Заттың бәрі бір күні ескіреді. Еңбекті ұмытпаңдар», дейтін. Осы кезде оның балалары да есейіп қалған еді. Үлкен ұлы үйленді. Үйге келін түсті. Базарханның әйелі келінін өз қызындай қабылдады. Арада көп уақыт өтпей, үйде тағы бір сүйінші хабар естілді. «Ата болдыңыз». Базархан бұл сөзді естігенде біраз үнсіз қалды. «Не дедің?» «Немереңіз дүниеге келді». Оның жүзінен күлкі кетпеді. 6 жыл бойы бала күткен жас Базархан есіне түсті. Сол кезде өзінің алғашқы ұлын қолына алған еді. Енді сол ұлының баласын қолына алғалы тұр. Базархан немересін алғаш көргенде: «Мынау менің байлығымның жалғасы екен ғой», деді. Немересін қолына алып, маңдайынан сүйді. Сол күннен бастап Базарханның үйі бұрынғыдан да көңілді болды. Бір немере, екінші немере, үшінші. Балаларының бәрі біртіндеп шаңырақ көтерді. Базарханның ауласы балаға толды. Бір бұрышта немерелер ойнайды. Бір жерде келіндер әңгімелеседі. Ал сыртта оның балалары малдың қамымен жүреді. Бір кездері 2 қозы ғана тұрған қора енді үлкен малға толған. Базархан кейде қораның алдында тұрып, ішіндегі малға қарап ұзақ ойланатын. Осыдан бәрі басталған еді. Оның есіне 20 жасындағы кезі түсетін. Қалтасында ақша жоқ, үйінде бала жоқ, малы жоқ. Бірақ үміті бар еді. Сол үміт оны алға сүйреді. Жылдар өте, Базархан ауылдағы ең сыйлы шабандардың біріне айналды. Оған жас малшылар келіп ақыл сұрайтын. «Аға, малды қалай көбейттіңіз?» Базархан әрдайым бір ғана жауап айтатын.
Барын сақтадым. Еңбектендім. Төлін шашпадым. Бір күні ауылдағы бір жас жігіт: «Сізге оңай болған шығар, қазір малымыз көп қой» деді. Базархан оған қарап: «Сен менің бүгінгі малымды көріп тұрсың. Бірақ оның артындағы 40 жылдық еңбекті көріп тұрған жоқсың» деді. Жас жігіт үндемей қалды. Сол сөз Базарханның бүкіл өмірін сипаттайтын. Бірақ оның өмірінде тағы бір үлкен өзгеріс келе жатты. Балаларының бәрі ер жетіп, өз алдына шаңырақ көтерген сайын, Базарханның мойнындағы жауапкершілік азайып келе жатты. Ал өзі болса, қартайып бара жатқанын сезді. Бір күні ол үлкен ұлын қасына шақырып: «Балам, менің малымның саны көп болғанымен, оны ұстап қалу сендердің қолдарыңда». «Әке, уайымдамаңыз, біз қараймыз». Базархан ұлының иығынан қақты. «Малдың санын емес, берекесін сақта». Ол кезде Базархан бұл сөзінің бір күні бүкіл әулетке өсиет болып қалатынын білмеді. Өйткені оның өміріндегі ең үлкен байлық енді мал емес еді. Оның айналасында 6 ұлы, 2 қызы, немерелері мен шөберелері жинала бастаған болатын. Базарханның жасы ұлғайған сайын, оның өмірі де біртіндеп өзгере бастады. Бұрын таң атпай тұрып, өзі қораға кіріп малын түбендейтін. Бұрын қыстың қақаған суығында отардың соңынан өзі жүретін. Бұрын бір қой жоғалса, атқа мініп, түн ортасына дейін іздейтін. Енді оның жанында балалары бар. 6 ұлының әр қайсысы әкесінің мал шаруашылығын жақсы білетін. Базархан оларға бала кезінен үйреткен. Сондықтан өзі аздап демалса да, көңілі тыныш болатын. Бір күні үлкен ұлы: «Әке, бүгін малды мен қараймын, сіз үйде отырыңыз» деді. Базархан бірден келісе қоймады. «Өзім барамын». «Жоқ, әке, сіз көп жыл еңбектендіңіз, енді бізге де сеніңіз». Базархан ұлына қарап үнсіз қалды. Сосын: «Жақсы, бірақ малды мұқият қара. Қарамай қайтеміз?» Базархан жымиып: «Мен сендерге мал бағуға емес, жауапкершілікті үйреттім». Осы сөзден кейін ол алғаш рет балаларына бар жауапкершілікті сеніп тапсыра бастады. Ал үйдің іші бұрынғыдан да көңілді еді. Балаларының үйлену тойлары өтті, қыздары ұзатылды. Үйге келіндер келді, немерелер дүниеге келді. Бір кездері балаға зар болған Базарханның шаңырағы енді балалардың күлкісіне толды. Таңертең немерелері «Ата!» деп жүгіріп келетін. Базархан олардың әр қайсысын кезек-кезек көтеріп, «Кел қарағым» деп маңдайынан сүйетін. Кейде немерелері атасының бұрынғы өмірін сұрайтын. «Ата, сіз бұрын бай болдыңыз ба?» Базархан күліп: «Жоқ». «Неге?» «Менің алғашында өзінің бір қойым да болған жоқ». Балалары мен немерелері таңғалатын. «Сонда мына малдың бәрі қайдан келді?» Базархан: «2 қозыдан». «Қалай?» Базархан сол кезде баяғы оқиғаны қайта айтып беретін. 20 жасында малшы болғанын, қожайынының малын бірнеше жыл баққанын, еңбегіне ақы ретінде азық-түлікпен мал алғанын, сол малдарды сатпай көбейткенін, бірнеше жыл бойы қолындағысын сақтағанын. Немерелері аузын ашып тыңдайтын. Оларға 2 қозының осыншалық үлкен әулеттің бастамасы болғанына сену қиын еді. Бір күні немерелерінің бірі: «Ата, егер сол 2 қозыны сатып жібергенде не болар еді?» Базархан біраз ойланып: «Бәлкім бүгін сендер мына жерде отырмас едіңдер» деді. Балалар күлді. Бірақ Базарханның сөзі жай қалжың емес еді. Өйткені оның бүкіл өмірі сол таңдаудан басталған. Ол алғаш алған малын жеп қойған жоқ. Сатып, ақшасын жұмсамады. Қайта көбейтті. 1 мал 2 мал болды. 2 5 болды. 5 10 болды. 10 100-ге айналды. Ол үшін мал тек байлық емес еді. Мал отбасының ертеңі болатын. Сондықтан ол балаларына да малдың басын көбейткеннен бұрын оның берекесін сақтаңдар дейтін. Базарханның еңбегі ауылда да ерекше бағаланды.
Ол кезде жақсы еңбек еткен шабандарды мемлекет құрметтейтін. Үздік малшыларға түрлі сыйлықтар берілетін. Базархан да бірнеше рет марапатталды. Үйіне кілем әкелінді, тұрмыстық заттар берілді. Кейін теледидарда сыйға тиді. Ол кезде теледидар әр үйде бола бермейтін. Ауылдағы адамдар Базарханның үйіне теледидар келіпті деп қызығатын. Кешке көршілерге кіріп бірге көретін. Базархан болса, төрде үнсіз отырып, балаларының қуанышын тамашалайтын. Ол үшін сол сәттер сыйлықтың өзінен әлде қайда қымбат еді. Бір күні ауылдағы үлкен кісілердің бірі Базарханға: «Сенің өмірің қызық екен. 20 жасымда түгің жоқ еді. Қазір елдің бәрі сені сыйлайды. Қалай жеттім осыған?» Базархан күлімсіреп: «Мен ешқайда асықпадым. Күн сайын бір қадамнан жүрдім». Сонда бір күннің еңбегі аз көрінеді. Бірақ 40 жылдық еңбекке қарасаң, оның аз емес екенін түсінесің. Бұл сөз ауылда ұзақ уақыт айтылып жүрді. Базархан ата қартайған сайын адамдар оның үйіне жиі келетін болды. Бірі ақыл сұрайды, бірі бата сұрайды, бірі мал шаруашылығын сұрайды. Ал Базархан ешкімді кері қайтармайтын. Бір күні кешкісін ол үйінің алдында жалғыз отырды. Алыстан немерелерінің дауысы естіледі. Қорада мал маңырап жатыр. Үйдің ішінде балалары әңгімелесіп отыр. Базархан жан-жағына қарап терең дем алды. Оның көз алдынан бүкіл өмірі өтті. 20 жас, жас келіншегі, қалтадағы жоқ ақша, біреудің малын бағу, 2 қозы, 6 жыл күткен алғашқы ұл, 6 ұл, 2 қыз, немерелер, марапаттар, толған қора. Базархан сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Ол өмір бойы мал жинадым деп ойлаған. Бірақ шын мәнінде ол ұрпақ жинаған екен. Алайда оның әлі бір үлкен арманы бар еді. Ол өзінің балалары мен немерелерінің бір шаңырақ астында бас қосқанын көргісі келді. Және көп ұзамай сол күнде келді. Базархан ата қартайған сайын үйдің төрінен көп қозғалмайтын болды. Бірақ оның үйі бұрынғыдан да көп адамға толатын. Бір күні үлкен ұлы: «Әке, жексенбіде бәріміз жиналайық, балаларды да алып келеміз» деді. Базархан: «Бәрің келесіңдер ме?» «Бәріміз». Атаның жүзі жадырап кетті. Ол бұл сөзді ерекше жақсы көретін. Бәріміз. Өйткені кезінде оның үйінде 2 адам ғана болатын. Өзі мен жары. Ал енді бір шаңыраққа 6 ұлы, 2 қызы, келіндері, күйеу балалары, немерелері жиналатын. Жексенбі күні таңертең үйдің алдына бірінен соң бірі адамдар келе бастады. Бірі ет әкелді, бірі бауырсақ әкелді, бірі тәтті әкелді. Балалар аулада жүгіріп жүр. Немерелер атасының қасына кезек-кезек келіп: «Ата, ата, мен келдім. Ата, қараңызшы», деп шулап жатты. Базархан олардың бәріне қарап күліп отырды. Кейде балалардың аты жөнін шатастырып алатын. Бірақ еш қайсысын ренжітпейтін. «Кел, қарағым, отыр қасыма» дейтін. Үлкен ұлдары бір жерде отырып әңгімелесті. Қыздары анасының жанында жүрді. Келіндері дастархан әзірледі. Базарханның әйелі де қартайған еді. Екеуі бір-біріне қарап: «Балаларымыздың осындай болғанын көрдік-ау» деп қуанып отыратын. Бір кезде кішкентай немересі атасының алдына келіп: «Ата, сіз байсыз ба? Үйдегілердің бәрі күліп жіберді». Базархан да жымиып: «Неге олай сұрадың? Сізде көп мал бар ғой?» Базархан біраз ойланып: «Иә, малым бар». «Онда сіз байсыз». Ата басын шайқады. «Жоқ, балам». Немересі таңғалды. «Неге?» Базархан жан-жағына қарап: «Менің байлығым анау қорада емес». Балаларына қарады. «Мына жерде». Сосын немерелерін көрсетті. «Мына жерде». Үй іші бір сәтке тынышталып қалды. «Егер малым көп болып, сендер бір-біріңмен араласпасаңдар, мен бай емеспін. Ал сендер аман, бірлікте болсаңдар, менің байлығым сол». Бұл сөзді естіген үлкен ұлының көзіне жас келді. Өйткені әкесінің өмір бойы
не үшін еңбек еткенін енді анық түсінгендей болды. Базарханның байлығы тек қорадағы мал емес еді. Ол балаларын адалдыққа тәрбиеледі, еңбекке үйретті, бір-біріне көмектесуге баулыды. Сондықтан оның балалары әлі күнге дейін әкесінің сөзін жерге тастамайтын. Сол күні дастархан басында Базарханның балалары әкесінің өткен өмірін еске алды. Әке, алғаш малшы болған кезіңіз есіңізде ме? Қалай ұмытайын? Сонда өзіңіздің малымыз болмады ма? Болмады. 2 қозыдан бастадыңыз ғой? Базархан күліп, иә. Сол 2 қозының ұрпағы кейін осынша мал болды. Базархан біраз үнсіз қалды. Бірақ мен сол 2 қозыны байлық деп алған жоқпын. Балалары таңғалды. Онда не деп алдыңыз? Еңбек ақысы деп алдым. Сосын, ал оны сақтап қалу менің міндетім болды. Үлкен ұлы, сіз бізге де соны үйреттіңіз. Нені? Бар нәрсенің қадірін білу. Базархан үнсіз жымиып қойды. Сол күні балалар әкесінің еңбегін ерекше құрметпен еске алды. Бірақ Базарханның өміріндегі ең қуанышты сәттердің бірі әлі алда еді. Ол бір күні немересін емес, шөбересін қолына алатын болды. Бұл хабарды естігенде Базархан біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын, шөбере сүйемін бе? Деп қайта сұрады. Иә, ата. Ол көзін төмен түсіріп, қолындағы таяғына қарады. Жүзінде ерекше күлкі пайда болды. Аллаға шүкір. Жас кезінде баласыз өткен 6 жыл. Сол жылдары ол бала сүйе алмай қаламыз ба? Деп уайымдаған еді. Ал қазір оның айналасында балалары, немерелері, келешекте шөберелері өсіп келе жатты. Базархан сол түні ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Ол терезеден сыртқа қарап отырды. Қорада малдың дыбысы естіледі. Үйде немерелері ұйықтап жатыр. Әйелі де қасында. Сол кезде Базарханның есіне баяғы 2 қозы түсті. Ол күлімсіреді. Бәрі сол екеуінен басталып еді. Бірақ оның көңілінде бір сұрақ пайда болды. Егер сол күні мен 2 қозыны сатып жіберсем, бүгінгі өмірім қандай болар еді? Ол бұл сұрақтың жауабын ешқашан білмеді. Бірақ бір нәрсені жақсы түсінді. Адамның тағдырын кейде үлкен шешім емес, кішкентай ғана таңдау өзгертеді. Ал оның таңдауы сол 2 қозыны сақтап қалу еді. Базархан ата қартайған сайын өткен өмірін жиі еске алатын болды. Кейде үйдің алдында жалғыз отырып, алыста жайылып жүрген малға қарайтын. Көз алдында баяғы кездер елестейтін. 20 жасар Базархан. Қалтасында 1 тиын жоқ. Жанында жас жары. Алдында не болары белгісіз. Сол кезде ол бір ғана нәрсені ойлаған. Отбасымды қалай асыраймын? Ол бай болуды армандаған жоқ. Үлкен үйді де ойлаған жоқ. Басты мақсаты адал еңбек етіп, отбасына нан табу еді. Бірақ сол адал еңбегі жылдар өте үлкен берекеге айналды. 2 қозы, содан кейін бірнеше қой, одан кейін отар. Сөйтіп бүкіл әулеттің тұрмысы түзелді. Бір күні Базархан ата 6 ұлын түгел қасына шақырды. Балалары әкесінің алдына жиналды. Әке, не болды? Базархан біраз үнсіз отырды. Сосын, менің сендерге айтар бір аманатым бар, деді. Балалары бірден байыппен тыңдай бастады. Малдың басы бірде көбейеді, бірде азаяды. Дүние де солай. Бүгін бар нәрсе, ертең болмауы мүмкін. Ол біраз тоқтады. Бірақ ағайынның бірлігі кетсе, оны қайта жинау қиын. Балалары үнсіз отырды. Бір-біріне сүйеу болыңдар. Біреуін қиналсаңдар, қалғандарын қасынан табылыңдар. Үлкен ұлы, әке, солай болады. Тағы бір нәрсе. Айтыңыз. Балаларыңа еңбек етуді үйретіңдер. Мен сендерге дайын байлық қалдырсам да, еңбекке үйретпесем, оның пайдасы жоқ. Балалары бас изеді. Базарханның көзіне жас келді. Мен сендерге мал қалдырамын, үй қалдырамын. Бірақ бұлардың бәрі уақытша. Ол кеудесіне қолын қойды.
Сендерге қалдыратын ең үлкен дүнием бір-біріне деген бауырлық. Бұл сөзден кейін бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Балалары әкесінің айтқанын жүректеріне сақтап алды. Базарханның әйелі де күйеуіне қарап отырды. Ол екеуінің бірге өткізген өмірі көз алдынан өтті. Жас кездері, алғашқы жылдары. Бала күткен 6 жыл. Бірінші ұл, кейінгі балалар, қиыншылықтар, еңбек, малдың көбеюі, балаларының ержетуі. Олардың бәрін бірге өткерді. Бір күні Базарханның әйелі: «Біз бастапқыда осынша баламыз болады деп ойладық па?» деп сұрады. Базархан күліп: «Жоқ. Осынша малымыз болады деп ойладыңыз ба?» «Оны да ойлаған жоқпын». «Онда не ойладыңыз?» Базархан біраз ойланып: «Сол кезде тек ертеңгі күнді ойлайтынмын». Әйелі: «Ал қазір ше?» Базархан сыртқа қарап: «Қазір мен ертеңгі күнді балаларымнан көремін». Жылдар өте, оның немерелері де ержетіп келе жатты. Кейбірі атасына малға көмектесті, кейбірі басқа мамандықты таңдады. Базархан ешқайсысын күштеген жоқ. Әркім өз жолын тапсын. Бірақ қай жолды таңдаса да адал жүрсін дейтін. Оның есімі ауылда үлкен құрметпен айтылатын. Жас малшылар: «Базархан атаның мал бағу тәсілі бөлек еді» дейтін. Қарттар: «О кісі еңбекпен жеткен адам» дейтін. Ал балалары үшін ол жай ғана атақты шабан емес еді. Ол әке. Кейін немерелері үшін ата. Ал шөберелері үшін үлкен әулеттің бастауы еді. Бір күні немересі атасынан: «Ата, сіздің ең үлкен арманыңыз не болды?» деп сұрады. Базархан ұзақ ойланып отырды. Сосын: «Жас кезінде өз үйім, өз малым болса екен деп армандадым». «Ал орындалды ма?» Базархан күлімсіреді. «Арманымнан да асып кетті». «Неге?» Ол жанындағы балаларға қарады. «Өйткені мен бір үйді емес, үлкен әулетті көрдім». Сол сәтте оның жүзінен ерекше тыныштық байқалды. Өйткені Базархан өмірінің ең маңызды кезеңіне жеткен еді. Бір кездері түгі жоқ жас жігіт болған. Енді оның артында үлкен әулет тұр. Ал қорасында бір кездері өзі алған 2 қозының ұрпағы қалған. Базархан сол күні тағы да баяғы сөзін айтты. Бәрі 2 қоздан басталған. Бірақ ол әлі бір нәрсені білмейтін. Оның өмірінің соңғы жылдарында сол 2 қозы туралы әңгімені немерелері қайта-қайта айтып жүретін болады. Өйткені олар үшін бұл жай ғана мал туралы әңгіме емес еді. Бұл жоқтан бар жасаған адамның өмір жолы болатын. 9 бөлім. 2 қоздан қалған үлкен мұра. Базархан атаның жасы ұлғайған сайын, оның қасындағылар өткен өмірін жиі еске алатын болды. Балалары әкесінің әр әңгімесін тыңдаған сайын бір нәрсеге таңғалатын. Ол ешқашан «Мен бай болдым» деп айтпайтын. «Менің малым көп болды» деп мақтанбайтын. Керісінше, «Мен тек еңбектің арқасында өмір сүрдім» дейтін. Бір күні немерелері атасының қасына жиналды. Олардың бірі: «Ата, анау сіздің алғашқы алған малыңыз ба?» деп қора жақтағы бірнеше қойды көрсетті. Базархан күлімсіреді. «Жоқ, балам. Ол малдың арғы атасы баяғыда кеткен». «Қайдағы арғы атасы?» Атасы күліп: «Сендер білмейтін бір тарих бар». Балалар бірден айналасына жиналды. «Қандай тарих?» Базархан біраз үнсіз отырды. Сосын баяғы оқиғаны айтып берді. «Мен 20 жасымда үйлендім. Ол кезде өзінің бір қойымда болған жоқ». Балалары бұл әңгімені бұрын естігенімен, немерелері алғаш рет тыңдап отырды. «Содан бір үйге малшы болып жұмысқа кірдім. Ақыма ақша емес, кейде азық, кейде мал беретін». «Сізге бірінші не берді?» «2 қозы». Балалар таңғалды. «2 ақ па?» «Иә, 2 ақ». Базархан жымиып: «Бірақ мен сол 2 қозыны сатпадым. Өстірдім. Олар төлдеді. Олардың төлінде сақтадым. Сосын тағы көбейді.
Қанша болды? Базархан: санын өзін де кейін есептей алмай қалдым деп күліп жіберді. Балалар да күлді. Бірақ үлкен ұлы әкесінің сөзін ойланып тыңдап отырды. Ол әкесінің байлығының құпиясын түсінген еді. Базархан байлықты бір күнде таппаған. Ол жылдар бойы бір нәрсені қайталаған. Тапқанын сақтады. Барын көбейтті. Еңбегін тоқтатпады. Сол үш нәрсе оның бүкіл өмірінің негізі болды. Кешке үйде үлкен дастархан жайылды. Базарханның балалары, немерелері, шөберелері жиналды. Үй іші адамға толды. Балалардың күлкісі, үлкендердің әңгімесі, дастархан басындағы ақ тілектер. Базархан төрде отырып, бәріне қарап отырды. Бір кезде оның әйелі қасына келіп: «Базархан, бақыттысың ба?» деп сұрады. Базархан әйеліне қарады. Сосын балаларына, немерелеріне, шөберелеріне, үйдің сыртындағы малға. Ол біраз уақыт жауап бермеді. Содан кейін: «Менің бақытты болмаған күнім болды ма екен?» деді. Әйелі күлімсіреді. Бірақ екеуі де қиындықтың болғанын жақсы білетін. Бала күткен 6 жыл. Ақшаның жоқтығы, қатты қыс, ауру мал, ұйқысыз түндер. Бәрін бірге өткерді. Сол қиындықтардың бәрі бүгінгі бақыттың қадірін арттырған еді. Базархан балаларын қасына шақырды. «Балаларым, мен сендерге бір нәрсе айтайын». Бәрі тынышталды. «Менің өмірімде көп мал болды. Бірақ малдың бәрі бір күні қалады». Ол қолын балаларына созды. «Ал сендер менің атымды жалғастырасыңдар». Үлкен ұлы әкесінің қолын ұстады. «Әке, сіз бізге бәрін үйреттіңіз». Базархан басын шайқады. «Мен тек жол көрсеттім. Қалғанын өздерің жасадыңдар». Ол немерелеріне қарап: «Сендер де бір нәрсені ұмытпаңдар. Байлық деген тек ақша емес. Байлық — денсаулық, отбасы, ағайын, адал еңбек». Балалар үнсіз тыңдады. Сол түні Базархан ұйықтар алдында керезеден сыртқа тағы бір қарады. Алыста қора тұр. Қорада мал бар. Үйдің ішінде балалары, немерелері, шөберелері. Ол көзін жұмып: «Аллаға шүкір» деді. Ол өмірін түгі жоқ жас жігіт болып бастаған. Бірақ өмірінің соңына қарай артында үлкен әулет, мол мал, жақсы аты және ең бастысы тәрбиесін жалғастыратын ұрпақ қалдырды. Ал оның бүкіл байлығының алғашқы қадамы бір кезде қолына тиген 2 кішкентай қозы еді. Сол 2 қозыдан отар пайда болды. Отардан береке келді. Берекеден үлкен отбасы құрылды. Ал үлкен отбасы Базарханның ең қымбат мұрасына айналды. Жылдар өткен соң ауыл адамдары оның өмірін айтып: «Базархан ата түгі жоқ жерден бастаған еді» дейтін. Бірақ оны жақсы білетіндер: «Жоқ, оның қолында байлық болмаған шығар. Бірақ оның жүрегінде еңбек пен үміт бар еді» дейтін. Сондықтан Базархан атаның өмірінен қалған ең үлкен сабақ біреу ғана. Адамның бүгінгі жағдайына қарап, ертеңін ешкім болжай алмайды. Кейде үлкен байлық 2 кішкентай қозыдан басталады. Егер әңгімеміз ұнаса, арнама тіркеліп, мақсатыма жетуге қол ұшын созыңыздаршы. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Лайк басып, пікір қалдырып, жазылған арнама қолдау көрсетсеңіздер қатты қуанамын. Алдын ала баршаңызға үлкен рахмет.